Қалжалы әйелден олжалы ұл өседі. Қалжа жас босанған келінге арнап байланған қой. Әйел өмірінде оның мәні зор. Қалжаға сойылған қойдың 6 буыннан тұратын мойын омыртқасы бірінші күні келіннің өзіне тісін тигізбей қолымен мүжітеді. Еттен тазарған жұлынды тік таяқшаға кигізіп, баланың мойны қатқанша керегенің басын әледі. Бұл баланың мойны тез қатайсын деген ырым. Бір атап өтерлігі, жаңа босанған келінге ешкі етін беруге болмайды. Өйткені ешкі еті желді болады. Әйелдің тұла бойындағы суықты қоздырып, көне жаңа аурулардың қозуына себепші болады. Қазақта қалжалы бала батыр, қалжасыз бала қалжыр деген сөз бар. Ер жігіттердің бір жұмысқа әлі келмей жығылып жатса, сен туғанда шешен қалжа жемеген бе деп қақтатын болған. Қалжаны кей өңірлерде қыздың төркіні де әкеп жатады. Бірақ Зейнеп Ахметова апамыздың айтуынша, қалжа негізінен келіншектің күйеуінің мойнындағы міндет парызы болып есептеледі. Ал енелері сол қалжаға сойылған қойдың етін ұсақтап турап, 40 күн бойы келіндеріне беріп, жас сорпамен терлеткен. Осы терді қазақ қалжа тер немесе шілде тер деп атайды. Егер шілде тері шықпаса, ана мен баланы 40 түрлі қырсық шалады. Келіншек күндер өте келе аурушаң болып кетеді деген сенім бар. Бұл туралы Зейнеп Ахметова түрлі баспасөз беттерінде негізі әйелдің босанғаннан кейінгі іштегі қатқан қаны мен артық тұзы, жел құзы терлеу арқылы термен бірге шығады дейді. Әжелеріміз кейбір келіннің бетіндегі қара дақты көрсе, тері қатып қалыпты ғой деп жатады. Бұрын 40 күн бойы жас босанған ананың қолын суға салғызбаған. Тіске суық тиеді, тісі түсіп қалады деп суық су, салқын сусын ішкізбеген деп айтып та жазып та жүр.